Назгүл Талип қызының YouTube каналына қош келдіңіздер. Мынадай әдемі ободок жасайтын боламыз. Венок дейді орысшасы. Алдымен біз дайын магазиндегі сатылымдағы ободокты сатып алдым. Осының сыртындағы әрілеген заттарын алып тастайтын боламыз. Қараңыздар, неше түрлі сәндеп қойған заттармен, әдемі заттармен осыны одан да күшті қылып әрлейтін боламыз. Кішкене, осының бәрін алып, кәдімгі ободоктың өзін қалдыратын боламыз. Енді осы ободокты сәндеу үшін алдымен үлпілдек сым жібін аламыз. Ободоктың түсінде кішкене ашық қызыл түсін алдық. Осыны екеуін бір-біріне біріктіріп, 7-8 сантиметр қылып бұрап, енді екі шетіндегін астына қарай бұраймыз. Осыны кішкене раушан гүлін жасайтын боламыз. Осының түбін тағы да бұраймыз да, қолымыз ішіне кіргізіп, гүлдің кішкене фасонын шығаратын боламыз. Және тағы да біреуін көрсетіп жіберемін сіздерге. Кәдімгі 7-8 сантиметрден алып, бір-біріне астына қарай жіберіп бұраймыз қолымызбен. Өте оңай. Осыдан бізге 4 дана қажет болады. Мінекей, осының тағы да екеуін жасап қойдық. Сіздерге тезірек көрсету үшін 4 данасы дайын. Енді біз осыны бір-біріне ыстық клейдің көмегімен жабыстырып отырамыз. Қараңыздар, бір-біріне жабыстырдық. Бұл негізгі үлпілдек сымымыз екі түрлі. Негізі раушан гүлдерінде түстері әртүрлі болып келеді ғой. Мінекей бізде күлгін түспен ашық қызыл түс қосылған. Қараңыздар, әртүрлі раушан гүлдердің түстері бар. Сол себептен осындай екі түрлі түсті алдым. Қараңыздар, енді осыны бір-біріне жабыстырдық. Енді осы раушан гүліміздің түбіндегі жапырағын жасайтын боламыз. Жасыл түсті үлпілдек сымымызды алып, осыны қараңыздар, оп-оңай кішкене гармошка қылып аламыз да, қолымызбен бұрап жібереміз. Сонда гүліміздің түбіндегі жапырақтары дайын болады. Артығын қайшымен қырқып тастадық. Енді осыны ұштарын біріктіріп алдық. Енді осының ортасын ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. Гүлімізді алдық, мінекей жапырағын жабыстырып қойдық. Енді осындай гүлден қызғылт түсін, сары түсін дайындап қойдым, соны аламыз. Қараңыздар, осы ашық түсті қызыл, қанық түсті қызыл, сары түсті және қызыл түстен екшеу, сары түсті түр-түрімен тұр. Осыларды енді ободогымыздың үстіне клейлеп қоямыз. Алдымен ободокты клейлемей тұрып, жасыл түсті үлпілдекпен қошап шығатын боламыз. Бұны кішкене кәдімгі гармошка сатып алып, бір-біріне жиіріп отырамыз. Қараңыздар. Сонда ол осы ободогымыздың түбіне клейленетін, кішкене сұлу көрінетін болады. Алдымен осыны үстіп гармошка қылып қолымызбен жасап аламыз. Енді екіншісін тағы көрсетеміз сіздерге. Оп-оңай жасасаңыздар болады. Кәдімгідей үйде жатқан керек емес ободоктарды алып, сәндеп қойсаңыздар да болады. Тура осындай қылып, бір талай қылып, мінекей 5-6 қылып, үстіп гармошкалап шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді осыны бір-біріне біріктіріп, ыстық клеймен жабыстырып шығамыз. Ұнап жатса, әрине жасап көріңіздер. Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Өте оңай. Кішкене қыздарыңызға да үйде жатқан керек емес ободоктарды үстіп
іске асырып жүрсеңіздер болады. Бір-біріне біріктіріп аламыз. Осы үлпілдек сым жіптері қазіргі заманауи неше түрлі жіптер шығып кеткен. Ортасында кішкене пружинасы бар. Осы жіптерден неше түрлі гүлдер, неше түрлі заттар жасауға болады. Жасасаңыздар болады. Мінекей бір-бірін біріктірдік. Енді осыны ободоктың сыртына қоршап, ыстық кілейдің арқасында кілелейтін боламыз. Мінекей. Кішкене артық болса, осы жібіміздің несін кесіп алып тастайтын боламыз. Артық сияқты осыны алып тастаймыз қайшымен қырқып. Өте оңай. Сонда біздің ободогымыздың сыртындағы кәдімгі жасыл үлпілдек жаңағы жіптен қоршап қойдық қой. Қоршаған себебіміз гүліміз өте нық тұратын болады. Өйткені мынау жаңағы ободогымыздың өзіне жөні жабыспауы да мүмкін. Сол себептен мынау кәдімгі өздерінің сым жіптеріне бір-біріне жақсы жабысады. Мінекей бастайтын болдық. Ашық түсті, розовый түсті және қанық түстісін жабыстырамыз. Сары түстісін кезек-кезек бір-біріне. Мінекей, қараңыздар. Мінекей ең соңғы қызыл түстісін жабыстырдық. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Соңына дейін қараңыздар.